саламатсыздар. Бүгін мен сіздерге құрғақ жүнмен сурет салу әдіс-тәсілін көрсеткім келіп отыр. Ол үшін бізге мынандай фетрдің орнына флизелин де жарай береді. Сонан кейін бізге мынандай түрлі түсті жүн және шынысы бар мынандай A3 рамы керек болады. Сонан кейін мынандай жүнді осылай жұқалап созып фетрға жаңағыдай фон жасап аламыз. Міне осындай фон дайындап алдым. Енді осының бетіне жұмысымды бастаймын. Міне гүлдерімді бастап қойып жатырмын. Міне осындай болып шығып келеді. Қазір аяқтап болғаннан кейін рамаға салып жұмысымды көрсететін боламын. Құрғақ жүнмен сурет салу жұмысымды жалғастырып жатырмын. Мынандай міне қазір сабағын жасаймын. Шиырып. Міне жұмысым дайын болды.